Жаһандық соғыстың салдарынан қалалардың көбі қаңырап бос қалған. Енді онда режим деп аталатын ұйым билік жүргізеді. Мінсіз сарбаздарды дайындау үшін олар 18 жасқа дейінгі адамдарды ұстап алып, арнайы лагерлерге әкетеді. Ниска мен қызы Вайн орманда серуендеп жүреді. Вайн байқаусызда қақпанға түсіп қалады. Ниска лезде көмекке ұмтылып, қызын қираған көліктен жасалған үйлеріне алып келеді. Ниска қызының жарасы жазылмай жатқанын түсінеді. Жаңа проблемалар пайда болады. Тура төбелерінен дрон ұшып өтеді. Ниска Вайнға тыныш отыруды бұйырып, өзі далаға жүгіріп шығады да, дәл көздеп, дронды атып түсіреді. Ол жақында мұнда жаңа дрондар келетінін сезеді. Керекті заттарды алып, қалғанын өртеп, тезірек кету керек. Жолда Вайн аяғының ауырып бара жатқанын айтады, бірақ Ниска тоқтай алмайды, өйткені оларды қуып жетуі мүмкін. Өзен жағасында оларды қайық күтіп тұрған еді, сонымен олар қалаға жетеді. Ниска қызына бетін жасыруды ескертеді. Дауыс зорайтқыштардан қабылдау жасының 4 жасқа дейін төмендегені хабарланады. Дегенмен олар жергілікті тұрғынға тап болады. Ол Вайнның бала екенін түсініп қояды. Ниска төбелесуге дайын еді, бірақ ер адам өзінің жау емес екенін, Трей есімді баланы жасырып, өзі де ереже бұзып жүргенін түсіндіреді. Ниска бірігуді ұсынады. Ниска ұйықтап қалғанда Вайн үйден шығып, Трейді кездестіреді. Ол қызға сынған дронды көрсетеді. Оның айтуынша, ол мұнда көптен бері жатыр. Кенет дрон іске қосылады, бірақ Ниска оны лезде сындырып тастайды. Бір сәттен соң үйге әскери жасақ келеді. Олар Трейді ұстап алады. Әкесі оның 18-ден асқанын айтып сендірмек болады. Сол кезде сарбаз датчик қолданып, оның әлі 18-ге толмағанын растайды. Сөйтіп әкесін сол жерде атып тастайды. Бәрі тынышталған соң, Ниска мен қызы лашықтарға трущоба кетеді. Ол жақта сарбаздар патрульдеп жүр, ал қабырғаларда үгіт-насихат көрсететін мониторлар ілінген. Сөйтсе, Нисканың жақын досы Пьер режимге жұмыс істейді екен. Көшеге дрондар ұшып кіріп тамақ шашады, адамдар оған таласа жүгіреді. Осыны пайдаланып, Ниска Вайнды құрбысы Робертаға алып барады. Роберта Вайнды кішкентай кезінен білетін. Оңаша қалғанда Ниска қызының жарасын емдеу үшін дәрі сұрайды. Әйел қазір госпитальды сарбаздар күзететінін, дәрі ұрлау мүмкін емес екенін айтады. Ал Пьерге келсек, ол Робертаның ұлы. Жаңа күн туады. Көшеге сарбаздар жасағы келеді. Олар әр адамды сканерден өткізеді. Ниска оларды тауып ала ма деп қорқады. Роберта олардың Вайнға көмектесе алмайтынын, бірақ лагердегі дәрігерлердің қолынан келетінін айтады. Қыздың аман қалу үшін оны тапсыруға тура келеді. Ниска үйден шығып, сарбазға үйде бала бар екенін айтады. 10 ай өтеді. Ниска сол лашықтарда қалып қояды. Ол базарда жұмыс істеп жүріп, Рендимен танысады. Рендидің айтуынша, онда керемет олжа бар. Кейінірек Ниска алып кеткен балаларға арналған мемориалға барып, Вайнның сүйікті ойыншығын қалдырады. Вайн қазір лагерде оқып жатқан еді. Жақында оларда іріктеу болады. Бірнеше адам беделді лагерге ауысалады. Вайн картаны толтырып, қашып кетуден үміттенеді. Ол басқа қызды біреулердің алып кеткенін, және оның түнге дейін оралмағанын көреді. Ниска Рендимен кездеседі. Ол куәлікті қайта жазып, оларға азаматтық алып бере алатын адам тапқанын айтады. Бұл Нискаға қызын табуға көмектеседі. Мемориалға қайта барғанда Нискатты көреді. Жанында басқа да жылқылар бар екен. Ниска оны ағашқа байламақ болғанда Чарлиді көріп қалады. Ол ноутбук арқылы біреумен сөйлесіп тұрған. Ересектер балаларды лагерден алып кетіп жатыр екен. Ниска оларды бандиттер деп ойлап, шабуыл жасамақ болады, бірақ оны тез байлап, басына қап кигізеді. Сөйтсе, оны жергілікті байырғы халық ұрлап әкеткен екен. Бағына орай, Ниска да сол халықтан шыққан және тілдерін біраз біледі. Топ өз балаларын іздеп, лагерден шығарып жүрген екен. Олардың көсемі Ида Леодан Нисканы тексеруді сұрайды. Бәлкім ол көмектесе алар. Сол кезде Ниска қызы туралы айтып береді. Ида Нисканың қызын соншалықты ұзақ жасырғанына таңғалып, оны топқа қосылуға шақырады. Жаңа күн туады. Иданың бандысы Нискаға көмектеседі, бірақ есесіне ол құтқарылған барлық баланы аңыз саналатын жерге жеткізуі керек. Ниска мұны мүмкін емес деп санайды. Ол жаққа кемінде 3 апта жүру керек. Ол бір топ баланы қалай жасырмақ?
Вайн құлыпты бұзады, бірақ оның қашу әрекеті тез аяқталады. Ниска лашықтарға оралады. Бұл уақытта көршісі қайтыс болған еді. Рэнди оған жақындап бетін жабады. Қазір мұнда ауруы өшіп тұр. Шекара жабылмай тұрғанда олар рұқсат карталарын алып үлгеруі керек. Роберта тамаққа бірдеңе қосылғанына сенімді. Бірнеше минуттан соң оларды сарбаз тауып алады. Ол ауру бар жоғын тексеріп көлікке лақтырады. Рэндиде түтін гранатасы бар. Ниска оның белгісін күтуі керек. Рэнди гранатаны лақтырған бойда олар екі сарбазды залалсыздандырады. Сол кезде Роберта Пьерді көріп қалады. Ол ұлымен сөйлескісі келеді, бірақ Пьер жақындамауды бұйырып, анасын атып тастайды. Оларға көмекке Иданың адамдары келді. Тек енді ғана Ниска лагерде балалардың миын улайтынын, соның кесірінен сарбаздар алдарында кім тұрғанын түсінбей қалатынын ұғады. Лео да ауру туралы біледі, мұның бәрінің артында үкімет тұр. Олардың жоспары лагердегі сарбаздарды пайдаланып, жаңа соғыс бастау. Олардың ақсақалы бастарына үйірілген дрондар туралы аян көргенін айтады. Бірақ солтүстіктен оларды құтқаратын адам келуі керек екен. Вайнды карцерден шығарып камерасына қайтарады. Нұсқаушы Вайнның жергілікті халықтан екенін біледі, бірақ оны жаңа есімімен атайды. Содан кейін Нисканың сарбаздарға Вайнның тығылған жерін көрсетіп тұрған видеосын көрсетеді. Бұл қызды қатты ренжітеді, сөйтіп Вайн құлшыныспен оқи бастайды. Тіпті автоматты бөлшектеуден рекорд орнатады. Қыздардың бірі Вайнды жабайы деп атаған үшін ол оған тап береді. Нұсқаушы әйел дәл осыны күткен еді. Тіпті басқа оқушыларға Вайнмен күш сынасуды ұсынады. Бірақ ешкім шықпайды. Вайнды болашақта ауыстыру үшін таңдап алады. Иданың лагерінде Ниска Вайнды тезірек құтқаруды ұсынады. Ида сарбаздардың ресурс өндіру үшін жаңа жол салып жатқанын айтады. Олардың бұл жерде жасырынуға уақыттары қалмады. Тезірек кету керек. Ол Вайнды құтқармайынша көмектеспейтінін айтады. Ақсақал олардың бірге болуы керектігін, тек солай ғана аман қалатынын ескертеді. Арнайы топ құрылады. Олар кәріз жүйесі арқылы лагерге білдіртпей кіреді. Күзетшінің орнынан кеткенін күтіп, бөлмесіне кіреді де, Лео компьютерді бұзады. Ал Чарли компьютер арқылы Вайнды қайдан іздеу керектігін айтып отырады. Ол адасып кетпеуге көмектесіп, барлық есіктерді ашады. Вайн әлі де Нискаға ашулы, бірақ анасы басқа амалы болмағанын түсіндіреді. Күзет жүйенің бұзылғанын түсінеді. Дабыл қосылады. Сарбаздар дәліздерді тінти бастайды. Лео ұрысқа кірісуге мәжбүр болады. Дронға қарсы оның мүмкіндігі болмас еді, бірақ Ниска көмекке келеді. Вайнның картасының арқасында олар қайда қашу керектігін біледі. Келесі күні сарбаздар Иданың лагеріне шабуыл жасайды. Оларды түтін гранаталарымен атқылайды, бірақ көтерілісшілер оны кері лақтырады. Вайн қандай да бір шуды естиді, бірақ басқалар ештеңе естімейді. Аспанда жүздеген дрондар пайда болады, және бәрін таңғалдырып, Вайн оларды басқара бастайды. Көтерілісшілер оны таңдаулы избранная деп атайды, ал сарбаздар шегінуге мәжбүр болады. Тек біреуінен басқасы. Ол Вайнды атпақ болады, бірақ Ниска қызын денесімен қорғап қалады. Көтерілісшілер сарбаздың көзін жояды, бірақ Ниска өлімші жарақатын алып үлгерген еді. Осымен фильм аяқталады.